Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тасқа сурет салған бала. Бүгінгі сабақта берілген тірек сөздер негізінде сөйлейсің, тыңдаған материалдың мазмұны бойынша кесте толтырасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Тас қашау, темір жол. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріңе жазып алыңдар. Оқы, қайтала. Әбілхан Қастеев, Амангелді сарбаздары. Оқушылар, сөздің дұрыс айтылуына назар аударайық. Тас қашау. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, тірек сөздерді пайдаланып, мазмұнын өз сөзіңмен айт. Оқушылар, мәтіннің мазмұнын өз сөздеріңмен айту үшін бейне жазбаға назар аударайық. Әбілхан атамыз бала кезінде қой бағып жүріп, өзен жағасынан неше түрлі қыштастар тауып алып, солардың бірін бұйра қара тоқтыға, бірін түйеге ұқсатады екен. Содан кейін тастан сол мүсіндерді ойып жасайды екен. Бір күні өзі қойын бағып жүрген байдың бейнесін тасқа ойып салыпты. Содан не болыпты? Содан ол суретті бай көріп қалып, өзін өзі танып, бала Әбілханды қуып жіберіпті. Содан соң не болған? Әбілханның анасы Қалипа деген кісі ойы ойып, сырмақ сыратын, текемет басатын шебер кісі болған. Әбілхан сол кісіге ойы ойып көмектескен екен. Бос уақытында шөппен түрлі суреттер салған дейді. Ол кезде қағаз, қалам деген болмаған шығар, иә? Болған ғой, тек тапшы болған шығар. Қағаз қалам алу үшін Әбілхан басқа адамдарға жалданып, қара жұмыс істеген. Кейіннен Түркістан Сібір темір жол құрылысына жұмысқа кіреді. Сонда арба дөңгелегінің майымен темір жолдың бойындағы жартасқа түрлі суреттер салып, маңайындағылардың барлығын таңғалдырған екен. Қай жерде жүрсе де сурет салуды тастамаған екен ғой. Ол рас. Соның арқасында танылып, Алматыға келеді. Суретші Хлудовтың студиясында бейнелеу өнерінің негіздерін үйренеді. Мәскеуден де барып білім алады. Түрлі көрмелермен байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болады. Адам армандарының орындалғаны қандай жақсы. Оқушылар, тыңдаған мәтіннің мазмұнын өз сөздеріңмен қалай айттыңдар? Мәтіндеріңді біз ұсынған мәтін үлгісімен салыстырып көріңдер. Әбілхан Қастеев, халық суретшісі, бала кезінде қой бағып жүріп, тастан мүсіндерді ойып жасапты. Әбілханның анасы шебер кісі болған. Бала кезінде Әбілхан анасына ойы ойып көмектескен екен. Кейіннен Түркісіб темір жол құрылысына жұмысқа кіріп, жартасқа сурет салып, адамдарды таң қалдырыпты. Осы өнерінің арқасында танылып, Алматы, Мәскеу қалаларында білім алған. Оқушылар, сендердің де мәтіндерің сәтті шықты деген ойдамын. Екінші тапсырма. Төмендегі сөздерге кім, не деген сұрақтарды қой. Оларды екі бағанға топтастырып жаз. Оқушылар, іске сәт. Сөздерді қалай топтастырдық? Бірге тексерейік. Кім? Әбілхан Қастеев. Суретші. Тұлға. Не? Талант. Қарындаш. Бояу. Туынды. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы. Әбілхан Қастеев кішкене кезінде алғашқы суреттерін тастың бетіне қашап салған. Тастың бетіне арқар,
аттың суреттерін салған, жұмсақ тастардан сырға, сақина, моншақ жасаған. Оның жасаған әдемі заттарын ауыл адамдары таласып алған. 4-ші тапсырма. Кестедегі сөздерді сәйкестендіріп оқы. Оқушылар, іске сәт. Кестедегі сөздерді қалай сәйкестендіріп оқыдық? Бірге тексерейік. Шығарма жазған, атақты суретші, үнемі оқимын, халық қаһарманы, көркем туынды, әдемі сурет, дарынды тұлға, ерекше өнер. Оқушылар, сендердің де сәйкестендірген сөздерің осылай шықты деген ойдамын. 5-ші тапсырма. Сурет салуда қолданылатын құралдарды ата. Суретті пайдаланып, сөйлем құра. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Сурет салуда қолданылатын құралдардың аты: бояу, қарындаш, қылқалам, қағаз және тағы басқалары. Мен күннің суретін саламын. Күннің суретін сары түспен бояймын. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың дұрыс орындалды деп сенемін. Есте сақта, Әбілхан Қастеев алғашқы суреттерін тастың бетіне қашап салған. Ол тастан алқа, моншақ жасаған. Оқушылар, ақпаратты есімізде сақтайық. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Берілген тірек сөздер негізінде сөйледің, тыңдаған материалдың мазмұны бойынша кесте толтырдың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 64-ші беттегі 6-шы тапсырма. Суретші болғым келеді тақырыбына әңгіме құра. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.